Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, қазақ елім, қазақ жерім, амансыздар ма? Демалыс күндеріңіз сәтті өтті ме? Бүгін 14 суббота. Сіздердің мәселен бұлай неғып көрейінші дегенім, мұны журналистер жайында да, журналистердің эфиріне кіріп қалсаң, бітетін әңгімелері мынау. Біреу туыпты, біреу жаңағы өзінен 20 жас, 15 жасқа байға неге тиіпті, или болмаса біреу ақша ұтып апты, или болмаса тағы да бір болмайтын нәрселер түсіріп отыр да, олар ше, түсіріп отыр да, солар ше. Айналайын журналистер, мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Енді сіздер халыққа жұмыс істеп, халыққа көрсетіп жатсыздар, дұрыс па? Сіздердің айлықтарыңыз бәрінен де көп. Мақұл, ол айлық мен қалтамнан төлеп жатқан жоқпын. Ол айлықты ала беріңіз. Бірақ қазақта мынандай бір жақсы сөз бар. Жеген наныңды адал етіп же дейді. Сенің анау біреу туды, біреу байға шықты, өзінен кішіге шықты, өзінен үлкенге шықты. Маған десе халыққа ше, неғыса ол бесіктегі шықсын, есіктегі, тесіктегі шықсын. Ол халыққа қызық емес ол. Ол неменесін адам сөзге айналдырып, сондай нәрселер түсіріп отырсыңдар. Өтір қана халықты бұрмалап, ана пәленше біреумен соттасып жатыр, үйтіп жатыр. Ол не керегі бар халыққа? Оны соттаса ма, оттаса ма, не керегі бар халыққа? Халыққа болатын нәрсе түсірсеңдерші, айналайын. Айналамызда не болып жатыр, соны түсіріңдер. Кім қанша ақша жеп жатыр, кім не істеп жатыр, кім кімді өлтіріп жатыр, кім кімді неғып жатыр, айтсаңдаршы, соны айтсаңдаршы. Болмайтын келіп, анау соттасып жатыр, анау туып жатыр, анау байға тиіп жатыр. Не керегі бар ол халыққа? Өтір қана кішігірім анау мұғалімдерді ақша жегенін түсіріп көрсетіп қоясыңдар. Сендер жоғарыдағын ақша жегендерін түсірсеңдерші. Олардың ақша жегендерін емес. Ананың баласын ұрып қойыпты, мынаның баласын сиіп қойыпты деп. Не керегі бар ол халыққа? Болатын нәрсе түсірсеңдерші, айналайындар. Екіншіден, ол қай бір жыл естеріңде ма? Блогерлар бізге жұмыс істетпей жатыр, блогерларды құрту керек, блогерлар бізге неғылмай деп жалып қылғандар. Осы сендер бүйтіп құпия ұстап отқандарыңды осы блогерлар ашып отыр. Блогерлар мақұл да, олар былай да ақша жеп атқан, мейлі, ол жеп атқан ештеңке емес, ол аяқтағыдан қарағанда ол ойыншық. Зато шындықтың бәрін бетін ашып жатыр солар. Сендер тығып отқан нәрсең. Сендер халыққа елде не болып жатқан түсірулерің керексіңдер, Қазақстанда не болып жатқан көрсетулерің керексіңдер. Сендер оны көрсетпейсіңдер. Болмайтын бір асфальтты көрсетесіңдер, бір нені көрсетесіңдер. Штрафты түсіргенде аямай айтасыңдар, штраф деп, штраф. Білмеймін, осырғанға да штраф, білмеймін басқа неге штраф екен. Түкіргенге штраф, тышқанға штраф, сүйгенге штраф, осырғанға штраф. Білмеймін енді неге. Енді адам артық бет ауа жұтып қойғанға штраф болмаса болды айтыр. Қаған бар, болып жатыр өзі. Болып қойды ғой, болып жатыр емес, болып қойды. Екіншіден, сендер айдаладағы шетелдегі бұрмалап, анаяқта су тасқын болып жатыр екен, ойбай, анаяқта мынандай болып жатыр деп, осы шетелді көрсетпей ақ қойшы. Ояқта су тасқын болып жатса, бізде қан тасқын болып жатыр Қазақстанда. Қан тасқын. Қан тасып жатыр да бізде ше. Соларды түсірсеңдерші. Айдаладағы шетелдің не керегі бар саған? Сен шетеліңді ойбай деп уайымдайтын ешкім жоқ мына жерде. Сен Қазақстанның проблемасын түсірсеңдерші. Болатын нәрсе. Екіншіден, тағы да блогер, слогер демей, блогерлер сендер жасырып отқандарың барын ашып отыр. Ашып отыр. Осы блогерлар болмаса ше, сендер ашпайсыңдар оны. Халыққа ше. Халықтың мұңын, несін түсірмейсіңдер ме осыны? Не болып жатқан көріп жатсыңдар қазір елде. Соны түсірмейсіңдер ме? Ал мақұл блогерлардың көрсетпей жарты жолдан жоқ қылып жіберіп жатқан шығар оны. Мақұл да, жарты жолдан жоқ қылып жіберіп жатқан шығар оны көрсетпей. Енді сендер халықтың адамы емессіңдер ме? Соны түсіріп, басшымызға көрсетпейсіңдер ме соны? Айналамызда қандай жауыздық болып жатыр, қандай айуандық болып жатыр, соны түсіріп көрсетпейсіңдер ме? Жоғарыдағы немізге, патшамызға
көрсетпейсіңдер ма соны? Халыққа жандарың ашықшы екен. Сендер ақша өте жақсы алатсыңдар, мейлі. Бірақ сол жеген нандарыңды адалдасаңдар, халықтың мұңын тыңдатсаңдар, жоғарғы мұңын тыңдатып, түсіріп, телевизорге шығарып, интернетке шығарып, анау басшыға апарып көрсетсеңдер сол. Айналып блогерлер үйтіп жатыр, блогерлер бүйтіп жатыр. Зато солар ашып жатыр. Бар шындықты Қазақстанның ше. Сол үшін халықты сөзге айналдырып, халықтың құлағынан теппей, анау байға шығыпты, анау үйтіпті, мынау бүйтіпті, анау пәленше пәлен нәрсе ұтып апты. Оның халыққа не пайдасы бар, не керегі бар? Ол халыққа оны ұтып алған не керегі бар? Мейлі құтты болсын ұтып алған, бірақ оның не керегі бар? Анау пәленшемен соттасып жатыр, пәленше әртіспен екеуі өлеңге таласып қапты, бірін өлеңнің аранжировкасын жасап қойыпты, үйтіп қойыпты, бүйтіп қойыпты. Оның халыққа не керегі бар? Халыққа болатын нәрсе түсіріңдер, айналайындар. Жеп жатсыңдар ғой ақша, жеп жатсыңдар ғой атауларыңа. Соны түсірсеңдер, халыққа көрсетсеңдер соны. Елбасшыға көрсет соны. Айдалақ болмайтын нәрселер түсірмей. Халықтың мұңын түсіріңдер. Халықтың не қан жұтып отқанын көрсетіп түсіріңдер соны. Айдаладағы су тасқын, бір бәле тасқындар түсірмей. Ол шетелдікі, бізге не керегі бар? Одан кейін, мынау қай неге кірсем де тағы да айтамын. Мынау шетелде отқан Қазақстан азаматтарын Қазақстанға депортировать етіп әкеп соттасын соларды. Әділдік жасасын. Отырып алып, бәрін үгіттеп отыр. Солар үгіттеп, халықтың бәрін шулатып отыр солар. Шет-шетте отырып алып, мүмкін мына халықтың арасына біреу, екеуден кіріп алып, отырқана простой халық бәрімізді соғын қан жұтып атық, бала шағамыз ойлап атық деп, отырқана араларына кіріп алып, тұрып қайрап отыр дейсің. Елбасшы, сізге айтарым, сол қайрап отқанның бәрін ату жазасына жібер, мәңгі шықпайтын соттатып жібер солар. Бұл айтарым сол. Халыққа, қарапайым халыққа тыныштық берсін. Сізден бір өтініп сұранарым. Осы жолдауымды естіп отырсаңыз да, сізден елбасшы деп бас иіп сұраймыз. Көп нәрсені штраф қыла бермей, нағыла бермей, сәл азайтсын, штраф деген нәрсені тоқтатсын. Болмайды. Халықта жұмыс жоқ, басқа жоқ. Конечно, зарын айтады дейсіздер. Зарын айтады, конечно, жұмыс жоқ. Соқсаңдаршы, болмайтын мешіт. Мешіттің бар ақша жеп отыр, оның бар тек өтірік істеп отыр. Мынаққа халыққа айтады, мынақтан тішіп атады артынан. Оның не керегі бар оның үйтіп өтірік істеп? Одан да мешіт, медресе демей, әркімнің өзінің иманы, өзінің жүрегінде, өзінің басында халықтың. Одан да заводтар соғыңдар, бір баяғыда фермалар соғыңдар, халықтарға жұмыс болады, басқа болады. Баяғыда 9-дан 6-ға шейін қылып қой. Халық, сол кезде халықтың ақшасы да бар, жұмысы да бар, бірін-біріне жұмыстары да болуға қолдары тимей қалады, шаршап келеді. Зато халықта тыныш, сізде тыныш қой, айналайын. Жан-жаққа бите бермей, шаша бермей. Болмайтын нәрселерді соқтырғыза бермей. Орынды заводтар ашсаңыздар, баяғы заводтардан қайтып көтерсеңіздер, қайтып көтеріп, соғып, өзімізге заводтар, фермалар соғып қойсаңыздар, айналайындар. Бәрі жекеменшік болып кетті. Ол жекеменшіктер біреу халықты алдап береді, біреу халықты алдап бермейді. Сол үшін өкімет өзіңіз уақытылы ақшасын беріп, уақытылы неғылатын заводтар ашыңыздар, қолға алыңыздар соны. Халықты дары жылата бермей, халықты қан жұтқыза бермей, соны істеңіздер. Тоқаев мырза, сіздерден өтініп сұратынымыз сол. Біз сіздерден артық еш нәрсе сұрап жатқан жоқпыз. Бізден шығып жатқан жердің байлығын тең бөліп бер деп жатқан жоқпыз. Біз сіздерге зәулім үйлер соғып бер деп жатқан жоқпыз. Халыққа жұмыс, сондай заводтар ашып жұмыс берсеңізші. Одан кейін мынау кредитті беріп алдыңыздар да, халықтың бәрі қасаққа тығып қойсыз, не істерін білмей, жұмыс жоқ, бәрі зар жылап жүр. Зар жылап жүр. Соны құртсаңыздар, кредит деген бар.
Оның бар Россияның бәлелері істетіп отқан сол. Халық банк, анау банк, мынау банк деген Каспий, Маспий бар шетелдіктер. Оның бізге түкке пайдасы жоқ. Тек қана қазақтарды қашаққа тығып жатыр болды. Міне. Доход не есептеп бермей ма? Жұмыс істеп жатыр ма? Жұмыс істемей ма? Тексеріп бермей ма? Мынау ішінде отырып алайық, өздері документ турлап беріп отқан бар, соттап құртпайсыздар ма сондайдың бәрін? Соттап құртпайсыздар ма? Жұмысқа алайық, оны отырғызып қойсыздар. Өзінің, конечно, адамдары бар, нелері бар. Соттап құрту керек оларды. Соларды құрту керек, солардың көзін жою керек. Халықтың бәріне бит-бит әперіп қояды да, өздерінің жарты ақшасынан көбін өздері қалталарына сабалады. Сөйтеді да халыққа пәлен ақша беріп қояды да, сонымен мынандай қасаққа тығып қояды. Сондайлар тазаласаңыздаршы, ағайындар. Елбасшысы сондайларға қадағалаңызшы, ең болмаса. Осы жұмысты беріп, осы қасаққа тығып отқан нәрсенің бәрін. Соның бәрін шығарып, сол халықтан жарты ақшасынан көбін өздері қалтасын сауып отқанның бәрін соттап құртыңыздар, соны тазалаңыздар. Адал жандарды қойыңыздар. Адал жандар қайтып айнып баратам ақшаны көріп, оны да құртып, орнына басқасын қойыңыздар. Ауыстырып тұрыңыздар. Сонда бірін-бірін танымайды. Сонда бірін-бірін таныс болып қалмайды. Сонда адал жұмыс істейді. Мысалға, мына жұмысқа қойдыңыз ба, 1-2 ай істеді ма, бол, басқа жаққа аударып жіберіп, оны басқа адам қойыңыз. Сонда халықтың бар жұмыс істеп, халық жұмысты айналдырады. Бір жұмысқа отырғызып қойғаннан кейін пәлен жыл отырады, ол жұрттың бәрімен таныс болып қалады, сөйтеді да оның ақшасын алады, мынанша шығарып беремін дейді, шығарып беріп отырады. Сондайлар тазалап тастаңыз. Сөйтіңіз ай сайын жұмысты адам ауыстырып тастаңыздар. Ай сайын. Сонда халықтың бәрі жұмыс істеп айналып тұрады жұмыс. И адалынан жүреді сол кезде. Ол бір адам пәлен жыл отқаннан кейін, конечно, бәріне көз таныс болып қалады да, бәріне істейтін нәрсені істеп беріп отырады солар. Бір жұмыста көп отырғызуға болмайды адамды. Ауыстырып тұрмаса болмайды. Ауыстырып тұрса, ана бірін-бірін тани бермейді да, ауысып кете береді. Содан кейін ол адалынан жұмыс істелінеді сол кезде. Елбасы Тоқаев мырзамыз, осыны қолға алыңыз. Сізден көп нәрсе сұрап отқан жоқпыз. Мына журналистер, сіздерге айтарым, адалынан нандарыңыз жеңіздер. Блогер демей. Адалынан нандарыңыз жесеңіздер, блогерлар сөйтіп алдап жүрсе, сол кезде блогерларды құртыңыздар. А сіздер адалынан жұмыс істемейсіздер. Аттарыңызды ашса, содан кейін бізге жұмыс істетпей жатып, өтірік қана шығасыздар. Алла разы болсын, баршаңызға рахмет халқым. Осыны ойланайық, ағайындар. Әрдекеге бір қырыла бермейік. Бәрін былай шешіммен шешейік, әр нәрсенің шешімі бар. Сау саламат болыңыздар халқым. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау саламат болыңыздар.